Ал құрметті оқырмандар, сіздермен бірге монтаж. Бүгінгі таңда біздер Атырау қаласы, район, французский квартал дейді. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қайырлы күн достар, сіздермен бірге монтаж. Біздер Алла қаласа киелі әрі қонақжай өңір Атырауға келіп жатырмыз. Осы жерде енді мен өте таңғалдырған және де әрбір маманның өзінің бір ісі бар. Сондықтан да осы күтіп жатқан жігіт Ынтымақ деген бауырымыз. Сондықтан да ол бауырымның өте жинақы проект бойынша істеген жұмысы өте қатты ұнады да өте риза болып жатыр. Сондықтан да қай кезде де бір-бірімізді батыр деп бір-бірімізді қолдайтын болсақ, еліміз дамиды. Сондықтан да міне бауырымыз өзі күтіп алып толық обзор қазір көрсететін болады. Ары қарай сөз кезегін Ынтымақ бауырымызға береміз. Ал бауырым, Ынтымақ, өзің түсіндіріп жіберсең, бұл жерде қандай узелдар жүріп жатыр, коллекторлер, ненің коллекторы, және де қандай системаның өзі қалай жұмыс жасайды, соны қысқа бір обзор түсіндіріп жіберсең. Бұл объекті в целом где-то 120 квадраттай квартира. Біз отоплениясын жасадық, суын жасадық, от застройщика полностью на жерде. Стояк, канализация, су бәрін бастап, даже астындағы көршінің үйінен бастап өзгерттік полный. Ол жерде система отопления, лучевая система. Коллекторная разводка судыкі, фильтрмен, полное оборудование, в общем, редуктор, самопромывной фильтр. Өте сапалы материалдардан жиналған, көріп тұрғандарыңыздай. Нержавейка, обвязкілер. Так, достар, ары қарай обзорды толық бізде Есеттің өзі түсіндіріп кетеді. Ал түсіндіріп кетсең, Есет. Құрметті оқырмандар, монтаж жаңағы досымыздан сұрап жатыр. Түсіндіргені бойынша бізде өзі отопление, контурлар шығып жатыр, подача обратка, бұл жақта запорный кран авентроптікі тұр, мына жерде фильтр косой. Содан кейін бізде келеді өзі воды. Мына жерде салқын сумен ыстық су циркуляциямен орналасқан система. Және де креверс бізде ыстық судыкі, салқын судыкі. Кран полуоборотный, авентроп. Одан кейін бізде сервопривод тұр, Нептундікі. Фирма негізі Bugatti. Одан кейін бізде фильтр косой, счетчик, обратный клапан, және де фаровский фильтр промывной. Одан кейін бізде манометр бізге негізі обязательно керек. Креверсте және де шығыста судың. Одан кейін бізде редуктор давление тұр. Одан кейін тағы да манометр, өйткені давлениең кіріп жатқан редукторға шейін қандай давление тұр. Одан кейін настройка бойынша қанша ары қарай кетіп тұр системаға. Және де фильтр. Фильтрден бізде су өтеді. Негізі система жинақы жасаған кезде манометрдің расположениесі төртеу өткен жағдайда әркімдікі әртүрлі көрсететін болады. Соны себепті квартираға ең керегі 2,5-3 атмосфера. Одан артық болмайды. Және де одан кейін кіріп коллектор судың распределениялатор және система рециркуляциямен. Содан кейін бізде салқын суда солай орналасқан, краны бар өзінің жабылатын, сервопривод, датчикпен жұмыс істейді, бұл электронный, счетчик бар, обратный клапан, және де промывной фильтр. Содан кейін бізде редуктор давление, расположение фильтрі екеуі гейзердікі, және де болашақта жұмыс монтаж жасаған жағдайда система байпас негізі обязательно керек, өйткені фильтр клиент кірген жағдайда фильтр қолданбас үшін байпас менімен су кете беретін болады прямой. Содан кейін система ыстық су, мысалы кей кезде болады застройщик болмай қалған жағдайда, бұяқта бойлер орналасқан Аристон 100 литрлік, бізде салқын су кіретін кіресі оң жағында, шығыс сол жағында система рециркуляциямен насос қондырылған. Рециркуляция негізі этажде тоже қажет, өйткені система водоснабжение алыс болуы мүмкін, кухнянікі және санузел бұяқта әрине 2-3 болса қалған жағдайда рециркуляция негізі керек затын зат. Және бұяқта әрине промывной фильтрмен қайтып келетін система линиясы бар. Ояқта да әрине су қайнаған жағдайда жиналатын өзінің қалдықтары бар, солары шай осы жерде. Бұл 100 микрон фильтр. Мына бізде дренажный слив бар, канализацияға кететін. Бұл система жалғанады. Системаны бойлер мысалы болашақта ауыстырған жағдайда болмаса оны қамтамасыз етіп жаңа автобустан кезде мына жерде сбросник өзі тұр, оның артында сливной крандікі бар. Суын ағызып, бойлер босатып, одан кейін уже автобус істей беретін боласыз.
және де өзінің датчиктері температура қанша келіп жатыр температура, судың температурасы қанша кетеді. Мына жақта циферблатымен, бұл жақта не метрический және не тұр, циферблаты, кнопкалары сенсорный бәрі. Және де артқы фон бізде алюминий каркас, нержавейка ғой негізі. Сол толық фон қара фонмен жасалған, және де кабель канал датчиктері жұмыс істейді. Ояқта датчик, мысалы Нептундікі, автоматика өзінің датчик алған кезде 3 датчик беріледі негізі комплектте. Оған 6, 9, 10 қанша керек қажет болады, сонша датчик аласыз. Бір датчик сработайтын болса, кран толық. Ыссы суда, салқын суда екеуі де жабылады, утечка болған жағдайда. Осымен в целом бізде толық біткен система. Және де система бізде инсталляция өзінікі фирма ТЦ профильдері. Және де мына жақта бізде гигиеничный душка ұйық тастап кеткен система. Осы толық біткеннен боласын, бізде обзор көрсететін боламыз. Қазанда бізде черновой ремонт жүріп отыр жақта. Атырау қаласы. Французский квартал деген. Так, достар, міне толық обзор осы. Енді мен жақыннан тағы бір түсіріп өтейін. Бұл жерде основной линияны. Так, бізде мынау сливной. Коллекторный группа. Жаңағы Нептунның бүкіл датчик жалғанатын основной мазгасы. Фильтрация гейзер. Ал, құрметті қонырмандар, бағасын берсеңдер, Атырау қаласы.